Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен өте дәмді вупи пай пирожныйларын жасайтын боламыз. Ең алдымен шоколадымыз бен сары майымызды қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Ешқандай көпіртудің қажеті жоқ, тек араластырамыз. Ерітілген шоколадымыз бен сары майымызды қосып, барлығын араластырамыз. Соңында барлық құрғақ ингредиенттерді електен өткізіп қосамыз. Және біркелкі масса болғанша жақсылап араластыратын боламыз. Барлық массамызды араластырып болғаннан кейін қамырымызды міндетті түрде 10 минутқа осылай ыдыста тұндырып қоямыз. Қамырымыз тағы да қоюлана түседі және піскенде пирожныйларымыз әдемі шығады. Пергамент қағаз төселген формамызға насатканың көмегімен осылай араларын алшақ етіп сығып шығамыз. 180 градус пеште 10 минут пісіріп аламыз. Пирожныйларымыз пісіп шықты, енді әбден суытамыз. Менде осындай 2 противень шықты. Міндетті түрде араларын ашып және кішірек қып сығу керек. Олар жайылады піскен кезде және аралары алшақ болмаса бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Ендігі кезекте кремін дайындаймыз. Творожный сыр, клейки және қант ұнтағын қосып, қою масса болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Дайын печеньемізді бір-біріне келтіріп, жұптарын тауып аламыз және кремді осылайша сығып, бір-біріне жабыстырамыз. Барлық пирожныйларды осылай жасап шығамыз. Қалауыңыз бойынша шоколадты глазурға толық бетіне жақсаңыз болады, немесе мен сияқты шоколадтармен узор жасап шықсаңыз болады және крем жағып, қалауыңыз бойынша әрлейсіз. Жеміс-жидек те қоюға болады. Сүйкімді әрі дәмді пирожныйларымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді де ұмытпаңыз.